Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Осы жолы сіздерге арнайы түсірілген видео Монғолиядағы қазақ бауырларымыздың Наурыз мейрамын қалай қарсы алатыны туралы қысқаша видео дайындадым. Соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте қызықты болады сіздер үшін. Наурыз мерекесі басталып жатыр. Монғолияның Баян-Өлгей қаласындамыз. Бұл қалада көбіне қазақтар өмір сүреді. Сондықтан Наурыз мерекесі ерекше аталынып өтеді. Біз ең соңғы рет осыдан 13-14 жыл бұрын Наурыз мерекесінде болғанбыз. Кейін Наурыз мерекесін Қазақстанда қарсы алып жүрміз. Сондықтан біз асыға аңсап келдік. Біз үшін ерекше болды. Көріп тұрғандарыңыздай адамдардың көбі қазақша киім киген, көп емес, негізі барлығы қазақша киінген деп айтуға болады. Тек ауа райының салқын болуына байланысты сыртымыздан қалың киімдерімізді киіп алдық, тоңып қалмас үшін. Қазір мына жерде парад жүріліп жатыр. Барыс жылын шығарып салып, қоян жырын қарсы алып жатыр. Өте қызықты болды біз үшін және де біздің балалар үшін. Біздің де балаларымыз алғаш рет Наурыз мерекесін Монғолияда қарсы алып жатыр. Бұл Монғолияның Баян-Өлгей қаласында қазақи салт дәстүр өте жақсы сақталынған, қолөнер, салт дәстүр, жаңағы қазақилық толығымен сақталған деп айтуымызға болады. Баян-Өлгей қаласында тұрғындар көбі қазақ болғандықтан қазақша сөйлейді. Яғни қазақ тілі өте жақсы сақталынған бүгінге дейін. Және де қазақтың салт дәстүрі ұмытылмаған. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде шашу шашылып жатыр. Біз мына жерде балалар шашу талап қатты қуанып қалдық. Қазақтың салт дәстүрін айналып осылай көрсетіп шығады екен. Әртүрлі аспаптар қолданып, әртүрлі жаңағы қазақтың салт дәстүрлерін кезек-кезегімен адамдар көрсетіп жүр. Бұл жерде тек қана қазақтың салт дәстүрін танытып жатқан адамдар қазақтар ғана емес, монғолдар да жаңағы қазақтар үшін ат салысып, қазақтардың мерекесін тойлап, мына жерде ауызбіршілік жасап жатыр. Осылай болғаны бізді ерекше таңғалдырды. Және де еңсеміз көтеріліп, марқайып қалдық. Баян-Өлгей қаласындағы қазақ бауырларымыз осылай емен-еркін Қазақстанда өмір сүріп жатқандай рахат өмір сүріп жатыр екен. Бұл біздің тұрған алаң Баян-Өлгей қаласының орталық алаңы. Бұл алаңда адамдар жаңағы концерттер болғанда, осындай арнайы іс-шаралар болғанда жиналады. Халық жиналып, Наурыз мейрамын тамашалап жүр. Балалар үшін әртүрлі ойындар ұйымдастырылған. Және де алаңға көптеген киіз үйлер тігіп қойған. Киіз үйлердің ішіне кіріп тамашалай аласыздар. Және де бұл киіз үйдің ішінде
қазақтың салт дәстүрін танытып, наурыз көже беріледі екен тегін. Мен есіктен кіріп барған жерден маған сәлем беріп, және де осылайша наурыз көже ұсынды. Мен бір қолыммен видео түсіріп, келесі қолыммен наурыз көженің дәмін тататын боламын қазір. Киіз үйдің іші ерекше жасалынған екен. Көріп тұрғандарыңыздар түскигіз, және де ішіндегі қазақша киім киген балалар және жастар. Көже өте дәмді болды. Менің балаларым алаңда атқа мініп көрді. Монғолияның аттары осылай шамалы басқашалау болып келеді. Менің жолдасым қазақша киім киіп, арнайы олда парад тамашалауға шыққан болатын. Мынау тұрған бүркітті ұстап, фотоға түсулеріңізге болады екен. Олар тәрбиеленген бүркіттер. Парадтан кейін наурыз көже ішу кезегі келді. Монғолиядағы қазақтарда былай салт дәстүр қалыптастырылған. Алдыменен үлкен үйден бастап наурыз көжені бастап ішеді, және кейіннен отауларға, одан кейінгі туыс-туғандарға аралап, барлығын аралап, амандасып, жаңағы наурыз көжеде барлығы бас қосып, бір-біріне тілек айтып, ұзын сардан қалған дәмді еттерін жеп, еттің сорпасынан жасалынған өте дәмді наурыз көжелерін ішеді. Әр үйдің көжесі әр түрлі болғандықтан, бір күнде 10-20 үйге кіріп тамақтансаңыз да, тамақ ерекше сіңіп кетеді екен. Біз дегенің енді шамамен бір 20 неше үйге кірдік деп айта аламын. Әр үйден осы кеседе тұрған мөлшердегі көже іштік. Мына жерде сырмақ, бұл сырмақты қолмен жасаған, яғни қойдың жүнінен жасап, анау шетіндегі жиектердің барлығын ұршықпен иіріп, жіпті өздері дайындап тіккен. Яғни Баян-Өлгейде қазақтың қолөнері ерекше сақталынған, және де әр түрлі оюлар, әр түрлі кестелер кездестіре аласыз. Әркімнің үйінде әр түрлісін көре аласыз. Осылайша амандасып, келесі үйге кіріп, келесі үйден дәм татып, ауылдың ақсақалдарынан баталарын алып, осылайша көрісіп отырмыз. Және де бұл наурыз көжеде тек қана қазақтар емес, жаңағы қазақтардың таныстары, моңғол достары наурыз көжені қыдырып, кәдімгідей наурыз көжеде айтшылап келеді екен. Мысалы, мына отырған жанымыздағы адамдар моңғолдар екен. Олар наурыз көжеге келіп, наурыз көже ішіп отыр. Келесі үйге келдік. Бұл жерде қайынымның үйі болып келеді, туысқан. Менің енем, мамам, яғни шашу жатыр. Жаңадан отау болып шығып, өздеріне үй салған екен. Баян-Өлгейдегі халықтың көбі осындай 2 қабатты зәулім үйде тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай ерекше сәнді соңғы үлгіде салынған. Осылайша сіздерге қысқаша наурыз мерекесін таныстырып өттім. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше